Дора болорун үтө күнүнен бүгүн мен Атилла туһунан романмыттан Балкан губернаторы ден кепсәне ағабын. Гун сәрейіттерін ұлықтырын қырыстығыр болан Атилла бұтан сәрейіне ұтарға сананна. Тоқ қаяннигар кені бейетін хотуғы империятын сомоғылығутын, оны албан атын, ұлатытын сетеген бағырара. Ол ехен Балкан қоратын сабаққарылара, ол кәнеттен империя бара мұқтырығар, оны бейс ұстырығар, сыңа көйі тұғынан білдірі, сорық болырдары ұйтара. Бұндар істеп тағыр ғынық сірейліғаларын сөбіләбәттірі. Хаста ұйыстаты сірейліға сыджан баран, елілігі сыняна төннелері, келілер онлырығар атыттар келелері. Эти учеттары келілер түрәбі дөлдіріттен ұлағатын сірдерге сірейліға үйретері, армия құрутын сынямыд бүліқтірдіғ болары, Рақ дағаны оларар, оны сеті сайдықты дағаны суық бейс ұстырығар, келілер ұлақан империяға келелерін көдірері. Сәрейхеттер желергер албан аттынан оны трафейі дақ тиелдері, хынянан бұрын Балканнаға фронғы төнділері. Кенелге сәрей отчы құтталы суығы. Чуғастан кейдісі ғаяқ әті. Күнлер үкістігір рақтан, римлянлар, галалар оны визиготтыры. Мөлттік салырын оқтыра тейбетсі діріттен. Отырса атшыларын бәлерін күйістіқ оқ салырынан өтілған оқтыр тулары. Ұлыбыт сірдер әлбәқ ұлықта тұра тұтылған ғын сірегер иделді біттірі. Кенелерге ғынлар қаған дағаны римлянлар бәлерін қуыттырға сығаннағаларын құрдық қуғанлық сығанна аспаттыр әті. Ордық ұстары әмчеттері оны ұшыталары төктілері. Эдикон армията Константинопольға ұлықчығыған баран Атилаттан сәргеттерген қырыста салғы сағарайма ден жағал ұлан Аркадиополис қораққа тоқтауыды. Персені күтті қырыныстаны қақаты соқ қалыран, вандалары ұтар кейсілі тоқтатан баран. Теодос тоқ бар күстерін баты мұнеға табыды. Бұл алан түрітті генерал Аспар балықта ұлыған армия Эдиконна қанегез екі армияларын ұтарчыларығыр төбеген қампаратылы бұта, оны Константинопольға көп бұта. Ол кенеттен анегез Константинопольға чуғаға бұта, отын Атилла бәйті ұлы Константин император түрәбет наис қоратын ламбра әме иліңі Рим империятын кейін қоратын декісі арай бұта. Атилла генераларын бұраларын Аркадиополисқа мұне бұта, оны Константинополь, Балкан тұмыл арғытын күтті сіренен сығының олық бұғырға жағай бұта. Кені сәргені бітірейленігер армиятын үксін сінетарға бұғар бұта. Атилы бәті дағаны істептері ұлықаны вақты бұт әті. Күйілер кенелереттен кені Балкан елалары неген долгай бата, фронт бағылығынан Эдиконы қалыр бұта. Қалбы сәргеттер сұрақтары ұрық күті римлянер құлыттары оны қамнасқа наймыласпыт салдаттыр әтілер. Арес Балканы ұлылыбы сәрдер бағылықтарынан анамыта, оттан анегес керек о салтатынан ғыныр кейін қораттарын көттала соғы болтын қачы яқтаға, оны ғын сірен дұнай тағынағы ұрықыттан бас білелерін жаға яқтаға. Атилла кенелерге барлырғыр бағарды. Жужаныр оны табғаштыр сейлеген тұрбыттыр. Аны жужанлар кемді декке болбаққа болы саты 6 ай түрдірігір әме сабат өспіттер ден меқі белер дилер. Ұрыт түрдері соғырыңы ефтерлет ғынлар араңатшылылар әте, білген олар Орта Азияны сіргілі сыджалар. Мен ол декке армиялақ баран көсті сұрыттақпаны сатанығы. Онан 400-400-500-400-6 сылардағы Ғынлар күйіске кемен кирилер немеске тоқтап бұттырыттан өрбет. Оны Константинопольтан олық чывас қалбыт ғын бөліқтірін, тұғытықтарын құттанар римлянлар туғы ғыналарын Эдикон армията құлқытып кете әбеті. Арес Балкаңы ұлдыбы сәддері сүйірме омыттан солайды. Кені бұлағын жан қырағыр күйірдері Сезердер добрыстыргыр олықсы бұта.
Әлбәқ үлетен бұғығар атилы кенеяқа силмігім епископын өлірбет кейіні болға жайы бұтын құрутың саны сыдыра. Отын лоқтақтыр варварды ұлбыт қораттырғы болбыт ол өлірбеттен ұлық сәқпәттірі. Оның әлбәқті кәсәппәттірі, оны арес сәңәрек сұрақтыра тарғаматтыра. Арғаңы Рим империятын күтті сыған ұрықотын құрдығы шүгея. Арес оны дағытын ғонларға бар римлянлар равенна правительство тасылары сәддерігер, олар аймақтырғыр тоқтаны қарчыға соқ барасы жоллары. Онны барасы жауыд бір секретар күтулі сонуна қалбыта. Бігі қораппыт епископы сирмуым таңыратын жетін вазыларын бір Рим банкириттан чепчігі сығанығат ласпыт. Арес кенені Италияға әрелләқ кені күтті төттірі ұйтан ол вазылар тұстанын ұйттарар. Римнағы банкир аты Сильваниус дені бет, оттың кенеқі вазылары Константиус қарчы есілары толы күрдік қалар бұд, оны ол егін кемегір төнер бөтіқ. Арес Константиусың ран ұлы. Кейті ұлық мұл жаспайта бұрайды ақпын епископы мен өлір бітім. Тоғы Константиус. Көміс қылыбачыға сырдығыттан қарға соғық болуын ити еденнәқ бұр yoңыр бұтым. Ол түгені қайды қойыт кемседен сұрдан оқпын өйдебат етім. Урут мен таңыраға сотчы тағайба күрдік сананырым, оттан білігін атқы кейлен отынан ұмайыр бұттан ұнырықты құттанамын. Қайды ғати вазылары неға тексі біттірей. Константиус епископ көрді хүтін тоғының кәпсәті. Сирмеуму ұлы кәмегір түргенік ағабыты болан кенеттен вазылары ұлбытым. Мен келері күн сұрдығыр ұғыннық сөғы мақтайы көрбітім. Уру телейбір қағандығыны маңық байы топпатағым. Келері бәбір қалырықпын наға бағыр бұтым. Епископы ғонны қотыры босқылылардың білер боламын, келіне соқ бұнарға бұғарым бұтым. Арес қараған сабан ұлы, онтын ұлықаны құмайбыт қолығына саңарды. Константиус, бұнырық бұрылғыттан наға келейдім. Рутен еқі бәрке әрінер әтім. Ол еген епископтың көпсетінері ұппытым. Сильваниустан ұлбыт қарчын қанны бары. Ол қарчы либін ұматар күрдіға. Мен тәуік қаларынан түргенік кейттен басқылым мұтым. Ол ұлу қораққа ұстуға суық. Әне тәғалген таңнар бұтым еген барастығын. Мен салғы олар оры маны хатаммат. Миха қалбыт қасты күн ұстата таңараға үңекпен бағарабын. Арес білі бір бітігілікке солдат келінер Константию қайығы үлтілер. Атилы сәргеттерін сұрақтырын күтті. Берілі біт дені қылғатан берек ден атта генерал Аргальдетта. Бастан Волга оны Урал екі ардылырғыр ұлыған бұлтағаны тәрейді. Антон Алтай тағығыр тиян күйістерін көрдірділер. Атилы үліңі Рим империятын күтті сәйлиясы жеркемегер кемді декке болбатық бейс ұстырын сұрақтырын бас білес атабыт жужаныр ханыры ағас кирситтен тұтынына. Оның бір өбігілерден түреттіға мұқтар доғырды сығанларын салғық болулар. Екі айда ғылу болықты, оны төннен еген Орта Азияға сүрден кире сұдды кәнеттен, ғын сірен істепкі бар 200 кейінен тағығар Атилы армиятын сыңеті тоқтатты. Кені ұлақан олын еліңі ғын сірен қанын күтті әлбәқті ғоны істеңнек кәпсетті. Бірде әлләқ ұйытты. Балканға бар армиялар бағылықтырынан тоға атынамық жонырын. Ареста ғанегейі оңырды. Анегес мен ұкюталым әте әрі. Урықұты күрдік сөбәйтінен дағаны сұдюта болыр сөп болуыте. Атилы бағарды. Етекке генерал сірі болыр сірдерін, оны үсті ғарыметін кемне ардағын ұрдық білелер. Оның кенелер ұлыс тұғыла ақтыр. Кенелер бар боланыр, ұлық аяқ сөтіқтәқ, хүрдәқ ұлыған көйлері сетісті бет. Оны тағынан етеннік Пакс юнна романа төхі кылын кылымын сөбін бұрабалғыбын. Бастақы түміктерден бәрке астынным. Әлі қағатыны одылған ламбыран әтті.
Өтен үгіз кінәстірі дәбәттер. Римляны күттанаға комынны хыныкілер күтталаға құрды көрелер. Беги икки Рим империяларын күтта Модун хан оны датын улу өбігілер бит Кытай империятын қайдақ гымыттарын күрдік сығаны ғықтаға тебет. Кыйаққа оны түхан ұлыққа. Бейхі бас біріндер омықтыры күтті сіректәк болуққа бар әті. Кенелік көйер гәлбәқ гун хана тоқты бұта. Германия сомықтыры сәрегі күтінар батаққа түхан барыты бәбіт едетігер қалы әті. Атилы күнген саба самырда. Береги ол кінәсірінен жақтанырғыр жағайым. Кенері ары өйді ақтырынан ұлырытыр ұрдық болуға. Тапғаштыр бәлерін дағаны көтәйдір дағаны қандырын тоқпаққара, аңардас түхәнлер бұдан әлбәғі ұлаларын бары білелер әбәт. Оттан арес барақсан Рим империятын рүккі кенереттен бейдесілігір олырын әрін қандыр дағаны ғун кенееттен өтір генералыттың бұдан ұрдық Балкан тұмыл арытығыр ұлбұт сөдері бітін салайыр бол батақты. Әлі отарды. Манна кәлер табға шатығыттыры, оны кенері қара боллары, Кытайды тұл сабылдылынан сымнатан саңырар болған әрелер. Отырылықтағаны Кытайдар күрдік болалары болу. Беги сенер бет ата соқ мүлтті ғамықтар күтті бол қоған ғуны құрсын қадуат бұғыларын, оны пүйістерін уақтырын сүтірияқтарын бағыр баппын. Атилы қолқытық әтті. Көрдек етет оның шөйдек толкүйді атаққа затынар. Оттан арға тоқ бұлары меңін сөқтірір. Қағандығыны сирилебетек оны көйбатақ Германияс құролары меңін күтті көпсеті кілелдер. Онығыр Галия бағынайдырын үлчілері кілен сөбілі Эстен өрір Рим империятын онығыр көтталағын архи болбатын дисанығыр жомбарыта бейхе қатарды ғылар. Кімлер андайды ұлар яры ғымытын көрелер, оны ол ұлар еларға күттіқтарын бағыралар. Бейхе кіләпшілер, мүтчілгіннақ сүйілері көрді өтшілері өтірі чепчігі саналақ жаныр бол батақтар. Кімлер білілер оны сатабыллақ, доспұрыннақ жаныр. Ол ең кімлері дипломат, сұрағыр, министр, оны генерал дағаны оңырыбын. Ән кілері кәтән көр, әлбәқтірі бәйлерін дойдырғыр ұлған чығыннақ солылық әтілер. Кемелер үшуәйдік ұян толкүйдан баран бейхе кілергіт бұғарымыттыры. Құттанын әрітәрмейха андағай бұд болған әрелләқ бұл батақтар. Соқ, кемелер мен саналар бұн өйділер, оны үллестелер. Ол саналар ұлыққа керектірін бағыралылар. Хомай бұд көріне ғәлләқ ағатын өйдебат қарғанын көрді, онына кепсетіне атыңға көхірді. Посмотрите сначала отрывок из репортажа «Казах ТВ». На Стамбульской книжной ярмарке именно книга об Атиле была представлена как основная книга года. Причем на афише был написан слоган «От степей Азии до единства Европы». А название романа было переведено на турецкий как «Аттила. Первый европеец». Как говорил академик Брион, французский академик, что он прямо так и писал, что политические деятели всех народов не могут сейчас отрицать, что целью Аттилы, одного из величайших царей мировой истории, было европейское единство. Так значит, ныне в 21 веке идея Аттилы воплотилась. Ну да, получается так, что это же они сами признают. Европа во времена Аттилы была поделена на три империи. Восточно-римскую со столицей в Константинополе, Западно-римскую и Гунскую, которую называли еще и Северной империей. Восточная Римская империя была побеждена Аттилой и выплачивала гунам дань. Западной же Римской империей фактически правил полководец Аэций, с которым Аттила с юношеских лет был в дружеских отношениях. Похоже, Аттила действительно был не так уж и далек от идеи объединения всей Европы. Посмотрите заключительную сцену моей исторической драмы «Аттила и Аэций»,
поставлены на сцене Казахского академического национального театра имени Ауэзова. Марсель Брион объясняет, что план европейского единства зародился у Аттилы, когда у него стали собираться германские короли, представители гальских крестьян, иберы, бретоны, скандинавы и греки. Все, кто не хотел установления анархии на руинах Римской империи. Как организм, который хочет жить, и чей живительный инстинкт стремится силам объединения, несмотря на начавшиеся разложения, эта Европа протянула руки к Гунну, не задумываясь над тем, что он был азиатом, который появился, чтобы принести европейскому миру спасение, в котором он нуждался, этот мир. И этот Гун ответил на требование времени, которое выражалось таким количеством различных голосов, что было сильнее, чем его собственные амбиции. Это замечательное высказывание могло бы вдохновить талантливых людей на создание художественных аллегорий. Европа протягивает руку к Аттиле с просьбой о спасении. Мы бы с удовольствием наградили медалями или даже орденом Конкор авторов наиболее удачных произведений. Академик Марсель Брион объясняет, что Аттила был настоящим лидером европейских народов. Он пишет: «Есть союзники, добровольные или вынужденные, суверенные короли, которых Аттила сделал своими вассалами. Но в особенности есть люди, которые чувствовали, что рождается новый мир, и которые прибыли к Аттиле, чтобы участвовать в создании этого нового мира. Они не были руководителями банд или какими-то другими хищниками. Среди них царь гуннов выбирал своих дипломатов, министров, иногда даже командующих армиями. Понаблюдаем за ними. Многие из этих людей уже не молодые. Они занимали в своих странах высокие посты. Их решение приехать к гуннам было не легкомысленным или вынужденным из-за какого-то плохого происшествия. Они важны рассудительно. Это в большинстве случаев политики, а не воина.